Мынау тұрған алма ағашының гүлдерін жұлып тастауымыз керек. Мына жерде гүлдері көп. Міне, олардың бәрін алып тастаймыз. Оған дейін де мына жерде біраз гүлдерін алып тастағанмын. Бұл әрекеттерді не үшін жасаймыз, оны түсіндіре кетейін, содан кейін оны жалғастырамыз. Егер де жеміс ағаштарыңыз, көшеттеріңіз жас күйінен, мынау сияқты, мынау 2 жылдық көшет, небәрі отырғызылғанына өте көп гүлдеп тұр. Міне, толған гүл. Өте салмақ, бұл жерге өте көп. Сондықтан да мынау тұрған гүлдердің бәрін қиып тастауымыз керек. Егер де сигнальный қалдырғымыз келсе, 1-2 жемістен әрбір бұтаққа қалдыруға болады. Мына жерге 1, ана жаққа 1, 2, әрі кетсе мына жерге 3-4 алма қалдыруға болады. Оның бәрін алып тастаймыз. Өйткені мына жас күйінен жеміс берген көшеттер, олар өспей қалады, дамымай қалады. Бұрын енді жеміс ағаштары тамырлары дәнінен семенной подвой дейді, ол кезде ол проблема жоқ еді. Ал енді қазіргі күнде ергежейлі, орта бойлы деген сияқты телтушілерге телінген тамыр жүйесі клоновой подвой дейді ғой. Сол көшеттер пайда болғалы осы проблема да пайда болды. Сондықтан да осы жас көшеттермен жұмыс істеуіміз керек. Кішкене гүлдеген сәтінде бұларға жеміс бергізбеу керек жас күйінде. Өйткені бұл көшетіміз ары қарай дамымай қалады, үлкен жеміс ағаш болып, жақсы жеміс беру мүмкіндігінен айырылады. Өйткені өсуі болмаған жерде, бұл жерде жеміс ағашы үлкеймейді, нығаймайды. Сондықтан да қараймыз, мына жерде бүкіл мына гүлдік бүршіктерін алып тастаймыз. Мына жерді қиып тастағым, мынаны алып тастағым. Қарап тұрсақ, мына діңгек бойында өте көп алма. Бұл енді болашақта алма. Мына гүлдеудің өзі бұл жас көшет үшін өте үлкен салмақ болады. Дамуын кешіктіріп тастайды, өсірмей тастайды. Сондықтан да биылға осы нәрселерді біз жасаймыз. Биыл жеміс беруіне жол бермейміз. Келесі жылдан бастап қалдыра беруге болады. Мына жердің бәрін тазаладық, жоғарыдан келе жатырмыз. Мына жерде де бар, міне, гүлінің бәрін қиып тастаймыз. Бұл тек қана мына көшеттің дамуына, көшеттің өсуіне көмек үшін. Бұл әрекеттерді жасамасақ, ертең мына жеміс ағашымыз дұрыс жеміс беретін мықты ағаш болып өсе алмай қалады. Сондықтан да мына діңгектің бойын толық тазалап шықтық. Не? Діңгек мына жетекшінің бойын тазаладық. Енді мына жанына қарай кеткен көшет, жанына қарай кеткен мына бұтақтардың үш жағындағы гүлдерін аламыз. Үш жағындағыларды міндетті түрде алып тастаймыз. Өйткені мына жерге алма салған кезде, алма болып өскен кезде бұл гүлдер мына бұтақтарды былай майыстырып тастайды. Ал бұл болса бізге керек қаңқа бұтақтары еді. Сондықтан да істейміз, бұл бұтақтардың майысып кетуіне жол бермейміз. Бұлардың майысып кетуіне жол бермейміз. Сондықтан да гүлдерінің бәрін алып тастаймыз. Бұл жеміс ағашында 4-5 алма қалдыруға болады. 5-6 алмаға дейін биылға қалдыруға болады. Ол өнімдерді қай жерден қалдырамыз? Мынау қаңқа бұтақтың мынау жақсы дамыған, жуандаған бөлігіне мына осы бір тұсқа 2-3 гүл қалдыруға болады. Мынаны қалдыруға болады, мынаны қалдыруға болады. Одан жоғарғысын аларды алып тастасақ болады. Одан кейін бұл гүлдердің әрқайсында 5-6 алмадан тұр. Оның бәріне де жол бермейміз. Жеміс салған кезде әрқайсында біреуден 1, 2, 3, 4 алма қалдыруға болады бұл жерде. Одан артығының бізге керегі жоқ. Сондықтан әзірге қалдыра тұрамыз. Түйін байланғаннан кейін жұлып тастаймыз да бір алмадан ғана қалдырамыз. Мына жерде де дәл солай. Бірақ та мына бұтақ әлсіз дамығандықтан бұл бұтақтың өсуіне жол беруіміз керек. Сондықтан бұл гүлдердің бәрін толығымен алып тастасақ та болады.
Мына жерден бір гүл ғана қалдырып қоямыз. Мына бұтақтың бізге қатты өсуінің керегі жоқ. Бұл жерден де бір гүл қалдырамыз. Және де мына бұтақтан да бір-екі гүл қалдырып қойсақ болады. Мына бұтақтың бойына. Онда төмен жақтан қалдырамыз, жоғары жақтан емес. Жоғары жағын алып тастадық. Төменде бір-екі гүл қалды мына жерде. Ал енді бізде мына келесі бұтақ бар. Бұл жерде де мына төмен жақтан 2 гүл, 3 гүл ғана қалдырамыз. Ол қалдырған гүлдеріміз жемісті солай қалдырамыз деген сөз емес. Әзірге қалдыра тұрамыз. Одан кейін жеміс көп болып бара жатса, жемісті де кейін жұлып тастаймыз артығын. Әлгінде айтқандай 5-6 алма ғана бұл ағашқа биыл қалдыруға болады. Одан артығының бізге қажеті жоқ. Оның бәрін алып тастаймыз. Тұрған соңғы гүлдері. Мынау бұтақтың ұш жағындағы гүлдерді міндетті түрде алып тастаймыз. Бұндайлар мүлде болмау қажет. Гүл ашайын деп келе жатқан осындай бүршіктердің бәрін қиып алып тастаймыз. Мына жермен жұмыс істеп болдық. Мына төменгі жақта 2-3 гүл қалды мына жағында. Мына үстіңгісінде алып тастасақ болады. Бұл да артық. Мына жерде 2-3 гүл қалды. Мына жерде 1 гүл қалды. Мына жерде 2 гүл. Мына жақта да 2-3 гүлден қалды. Болды. Қалған жоғары жағының бәрін тазалап тастадық. Бұл енді отырғызылғанына 2 жыл болған көшет. Оның ар жағында одан нығайған көшеттер бар. Бұлар енді үлкендеу, бой алып алған. Осы сияқты көшеттерге біз салмақты қалдыра берсек болады. Міне. Бұлардың гүлдеріне тиіспейміз. Бірақ та бір қарайтын нәрсе, бұл жерде мына діңгектің бойындағы мына гүлдерін алып тастауымыз керек. Үлкен болса да, мына діңгектің бойынан егер де көп алма салатын болса, мына діңгек майысып кетеді бізде. Майысып кеткеннен кейін мына ағаштың жоғары қарай өсу мүмкіндігі жоғалады. Сондықтан діңгекті сақтау үшін жоғары жақтағы гүлдерін қиып тастаймыз. Діңгектің бойындағы ғана гүлдерді аламыз. Төмен жақтағы гүлдерге тиіспейміз. Оның ар жағында мына тұрған гүлдер бар міне. Мына тұрған гүлдерді де жұлып алып тастаймыз міне. Келесі алмада да бұл да нығайған, күш алған көшет бұл. Отырғызылғаны 3 жылдан асты. Өсу жақсы, биіктеп алды. Бұның да гүлдеріне тиіспейміз. Төменгі жағына тек қана мына діңгектің бойындағы діңгекті қисайтып жіберуі мүмкін болған мына жемістерін алып тастаймыз. Егер де мына жерден көп алма салатын болса, мына діңгегіміз бір жаққа қарай қисайып кетеді салмағымен, жеміс салмағымен. Сондықтан да мына гүлдерін алып тастаймыз жоғары жағындағына. Мыналарды да алсақ болады мына жерден. Мына жерден 1-2 қалдырамыз, мынаны қалдырамыз. Одан кейін төменгі жақтарындағыға мүлде тиіспейміз. Үстіңгі гүлдерді алдық. Осындай күйде қалдырамыз. Мына өте тамаша сорт. Өткен жылы бізде сигнальный бұл жерде жеміс болды. 5-6 алма қалдырғанмын. Өте ірі, сондай мақсат деген өзіміздің отандық сорт. Тамаша апорт алмасының сондай. Содан клондары бұлар. Апорт алмасының негізінде жасалған сондай мақсат деген сорт. Ауруға бейім емес, ауруға төзімді, және де жеміс беру сапасы өте тамаша. Жеміс берген кезде бұйырса
түсіріп көрсетемін. Одан кейін тағы да бізде мына жерде келесі алма ағашы бар. Бұл да өте нығайып алған көшет. Бұл да жас көшет, 4 жылдық. Бірақ та міне гүлдерін бұлардың толық қалдырамыз. Өйткені толық нагрузканы бере беруге болады бұларға. Осындай болған кезде көшеттеріміз, міне нығайып алған кезде осындай. Бұларға толық нагрузка бере береміз. Ана енді діңгектің бойында жоғары жақта гүлдер тұр. Соларды ғана бір-екеуін жылуымыз қажет. Өйткені ол жерге көп жеміс салған кезде мына діңгек майысып кетуінің алдын алғанымыз дұрыс болады. Ал енді қалған гүлдер мына ашылып келе жатыр міне. Бұлардың ешқайсысына тиіспейміз. Толық нагрузканы бере беруге болады. Міне осындай болып нығайған кезде көшет. Бүгін сондай мәлімет арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.